Осындай шәкірт бойына сенім ұялатар, ең әдемі сөзбен сабағын бастайтын, оқушылардың көп сұрағынан жалықпайтын ұстаз Мусаева Алма Сағидулла қызы. Мәдениетті, биязы мінезі, сұлу болмысы, арманы асқақ аруды өнерге жетелеп, Ақтөбе қаласындағы Республикалық мәдени ағарту училищесіне оқуға түсіп, үздік бітірді. 2 жыл мәдениет бөлімінде қызмет атқарған соң, жігерлі, білімді бой жеткен педагогикалық саланы таңдап, жоғарғы оқу орнының студент атанды. 1982-87 жылдар аралығында Ақтөбе педагогикалық институтын орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдады. Сауатты жас маман 1987 жылы Әлби Жангелдин атындағы орта мектепке жұмысқа орналасты. Мектеп өмірмен біте қайнасып, өз тұсындағы кәсіби байқау, панорамалық сабақтарда топ жарды. Оқушылары шығарма конкурсы, пәндік олимпиадаларда бақ сынады. Шәкірттері Алмапайды ерекше құрметтейді. Себебі Алма Сағидулла қызы әр оқушыны жеке тұлға деп қабылдап, өз досындай жанына жақын тұтты. Қазақ балаларының орыс тілінде нақты сөйлеп, акцентсіз ой пікір білдіру үшін күні түні еңбектенді. Оның әр сабағы қызықты да ізденіске толы болды. 33 жыл табан аудармай бір ұжымда еңбек еткен әріптестері біздің Алма деп ерекше құрметтейтін Алма Сағидулла қызы бүгін зейнеткерлік демалысқа шыққалы отыр. Қымбатты Алма апай, мерейтойыңыз құтты болсын. Балаңыз бақытқа өлеп, шаңырағыңыз шаттыққа тола берсін. Құттықтаймыз.